Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүгінгі жолдауында айтқан мәлімдемесі. Байларға салық салынады, қымбат үй алғанда, қымбат көлік алғанда. Көліктік өтел алымымен бірінші реттік тіркеу құны 200-250 мың теңгеден аспайды. Бұл бірінші қыркүйекке дейін кірген көліктер үшін. Мемлекеттік сатып алудың жаңа жүйесі жасалады. Тендер жеңдер деген болмайды. Жері жоқ адам бизнеспен айналыса алмайды. Кәсіп жасаймын дегендерге жер беру керек. Бос жатқан жерлерді мақсатқа сай пайдалану керек. Жылдың соңына дейін 5 миллион гектар жерді қайтарып алу жоспарлануда. Инвестиция тарту жүйесін жетілдіру керек. 2025 жылы жолдардың 95%-ын жақсару керек. Мемлекет қаржысын оңды-солды шашуға жол берілмейді. Медициналық сақтандыру жүйесін қайта қарау керек. Аудандық 32 аурухана толығымен модернизациядан өтеді. Резидентура гранттары 70% артады. Балабақшадағы тәрбиешілер жалақысын көтеру керек. Олар аттестациядан өтеді. 2025 жылға дейін 800 мың баланың заманауи мектепте оқуына жағдай жасаймыз. Сұраныс қай тілде болады, сол тілде мектептер болады. Әйелдердің зейнет жасы 61 жас. 2028 жылға дейін осы жас қалады. Елдегі минималды айлық 70 мың теңге болады. 100 мың жасқа жұмыс табылады. Олар кәсіп бастаймын десе 2,15%-бен несие беріледі.